Бисмилля, ассаламу алейкум. Арыңыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан Жарқынбекұлы. Көктемнің шуақты күндері бітуге жақын. Құдай қаласа бірнеше күннен кейін маусым айы, яғни жаз мезгіліне аяқ басамыз. Соның белгілері ретінде бірнеше күннен бері Алматыда температура көтеріліп, қатты ыстықтың сигналдары да берілді. 35 градустан асқан ыстықта көрілді. Яғни шіліңгі ыстыққа енді міне кіріп келе жатырмыз. Осыған байланысты жаз күндері бактерияның ең аласұрған мезгілі есептеледі. Адамзат ауруға оңай шалдығады. Сондықтан да осы кезде иммунитеттік қуатты сөзсіз жоғарылату керек, әрине. Ендесе дене шынықтырмай иммунитеттік қуатты қалай жоғарылатуға болады? Бүгін көпшілікке мынадай бірнеше түрлі тамақ материалдарын таныстырмақпыз, иншалла. Біріншісі ақ саңырауқұлақ. Саңырауқұлақ биік өспегендігі үшін қоректік болмайды деп қарамау керек. Саңырауқұлақтың құрамында селен мен тотықтануға қарсы қосылыстар бар. Денедегі селен деңгейі тым төмен болса, тұмауды асқындырады. Саңырауқұлақтың құрамында тағы Б тобындағы витамин, рибофлавин, ницианин және басқа да витаминдер мол. Иммунитеттік жүйенің ақаусыздығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Жоғарыда айтқан селен дегеніміз сирек кездесетін элемент адам денесіне өте қажетті. Ғалымдар жануар тәжірибесінен ақ саңырауқұлақтың вирусқа, бактерияға, өспеге қарсы ролы бар екенін байқаған. Саңырауқұлақ тұтынғанда көбінесе қуырмашы ретінде пайдалануға болады, етпен бірге қой етімен, сиыр етімен қосып қуыруға болады. Немесе саңырауқұлақ сорпасын тұтынуға болады. Екінші, капуста. Капустада да осындай жақсы ма деп ойлайтын болуыңыз мүмкін. Капуста глутатин иммунитетті күшейту ролы бар, құрамы мол өсімдік. Капуста оңай табылады, оның үстіне қымбат емес. Капуста сорпаға салып, баяу пісіріп, тотуға қарсы құрамдарын сорпаға бөлім шығуын арттыру арқылы тағамдық қоректік құнын молайтуға болады. Үшінші, өрік дәні. Бір қармақ өрік дәні сіздің қысымға қарсылық қуатыңызды арттырады. 4-тен 1 стакан мөлшердегі өрік дәнінің құрамында витамин И күндік қажетті мөлшердің жарымын ұстайды. Витамин И ағылшынша витамин Е ғой, бәріміз білетін. Ал витамин Е иммунитет қуатты арттырады. Құрамындағы рибофлавин мен ницианин тобындағы витаминдерді қысымға түсіруге жақсы көмектесетін әсері бар. Төртінші, бидай өркені. Бидай тұқымының бір бөлігі. Оның құрамында міріш, тотуға қарсы қосылу және Б тобындағы витаминдер мен басқа да маңызды витаминдер бар. Бидай өркенінде целлюлоза, белок және қанықпаған май болады. Сондықтан адамдар тамақты қақтағанда және тамақ пісірганда бидай өркенінің бір бөлімін оның орнына пайдалануға болады. Төртінші, жүзім аршасы. Жүзім аршасының құрамында витамин С мол болады. Алайда қазіргі таңда ғылыми дәлелдер адамдардың азықтықтардан қабылдаған витамин С-ның мөлшері жай тұмау мен жұқпалы тұмауды емдеуіне жеткілікті болатындығын, қайта толықтаудың қажеті жоқ екендігін көрсетіп отыр. Алайда жүзім аршасының құрамында көп мөлшердегі флавон тіршілік қуатын арттыратын табиғи зат болады. Жүзім аршасының дәмін ұнатпаған жағдайда апельсинге немесе мандаринге алмастырып пайдалануға болады. Бесінші, пайдалы бактериялар. Пайдалы бактериялар көбінесе айран, ірімшік, сірке суы, ашытылған бұршақ өнімдерінде көп болады. Осы пайдалы бактериялар ішек жолына кіргеннен кейін ішек жолы бактерия тобын реттеп, оны онан ары тепе теңдік күйге әкеледі. Сөйтіп ішек жолының сіңіру мен сыртқа шығару қабілеті тіпті де жақсарады. Көп қоректік заттарды анағұрлым сіңіріп, тіпті де көп токсин шығарып, адам денсаулығын одан бетер жақсылайды. Сонымен бірге бактериялар иммунитеттік жүйесінің тітіркендіруін тудырып, ауруға қарсылық қуатты арттырады. Ағайын, бүгінгі лекциямызда жаз мезгілінде қатты ыстықта адамның иммунитеттік қуатын қалай көтеруге байланысты тағамдық емдерді өздеріңізбен бөлістік. Сіздерде болсы пайдалы білімді көпшілікпен бөлісіңіздер. Білімді бөліссеңіз көбейеді. Әрі біздің видеомызға лайк басыңыздар. Сіздердің лайк басқандарыңыз біздерді қолдағандарыңыз, қуаттағандарыңыз. Қазақ тіліндегі сауатты медициналық
арнамыздың одан бетер дамуы үшін бізге тіркеліңіздер, әрі бізге қолдаушы болыңыздар. Құрметті ағайын. Ағайын, ауырмаңыз. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай. Бисмилля. Ассаламу алейкум. Арыңыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан